Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем. Бүгін біз ерекше дәмді оңай салат дайындаймыз. Салатымыздың аты Стамбул. Стамбул салатына керекті заттар: тауықтың төс еті суда піскен, тұздалған қияр, шампиньон және жұмыртқа, майонез, картоп қажет. Ең алдымен біз картопымызды осылай ұзыншақ етіп турап аламыз. Туралған картоптарымыздың барлығын салқын суға жуып, крахмалынан ажыратып, сорғытып аламыз судан. Қызып тұрған майымызға картопымызды салып, екі шетін араластыра отыра, қызартып қуырып аламыз. Қызарып қуырылған картоптарымызды бөлек қағазға салып, майынан сорғытып қоямыз. Енді тауықтың төс етін ұсақтап тураймыз. Туралған тауық етін ыдысқа салып, тұздалған қиярымызды да дәл солай ұсақтап етіп, ұзынша қылып турап, бөлек ыдысқа саламыз. Шампиньонымызды да дәл солай тураймыз. Суға піскен жұмыртқамызды ұсақтап тураймыз. Бөлек ыдысқа салып, үстіне тұз сеуіп, майонезімізді салып, салатымызды араластырамыз. Салатымыздың барлығын араластырдық. Біздің картопымыз дайын, майынан сорғыды. Енді бөлек ыдысқа салатымызды салып, үстіне қуырылған картоптарымыздың барлығын сеуіп шығамыз. Бұл салат өте оңай, тез дайындалады. Дәмі керемет. Осындай дәмді салат дайындаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.